Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі ерекше болып шығатын ыстық тағамның түрі тефтелидің жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: тартылған ет, су, шала піскен күріш, томат пастасы, тұз, бұрыш, жұмыртқа, сұйық май, ұн, картоп, пияз, сәбіз және сарымсақ. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қойдым. Ең алдымен тартылған етке қосатын пияз бен сарымсақты ұсақтап турап аламыз. Пияз бен сарымсақты турап салдық. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Қара бұрыш саламыз. Және жұмыртқа мен күрішті салып, жақсылап араластырамыз. Сіздерде егер укроп болса, ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер, өте жақсы дәм береді. Бұл тағам балалар да, ересектер де сүйсініп жейтін тағам. Келесі кезекте тартылған еттен қалауынша алып, дөңгелек етіп тефтели жасаймыз. Әр тефтели жасар алдында қолымызды сулап аламыз, сонда қолымыз фаршқа жабыспайтын болады. Тефтелиді ұнның үстіне қоямыз. Тефтелидің формасын өз қалауларыңызша үлкен немесе кішкентай етіп жасауға болады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген рецепттер салатын боламын. Алдын ала қызған табаға сұйық май құямыз. Дайын болған тефтелиді ұнға аунатып, қызған майға шала қуырып аламыз. Жан-жағын айналдыра отырып қуырамыз. Дайын болған тефтелиді бірден формаға саламыз. Формаға май ешнәрсе жақпаймыз. Орташа отта барлығын қуырып аламыз. Біз тефтелиді қуырып алдық. Енді келесі кезекте соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін қызған табаға 2 ас қасық сұйық май құйып, 1 ас қасық томат пастасын салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып қуырамыз. Көп қуырмаймыз, 1 минут қуырса жеткілікті. Үстіне дайындап қойған суды құйып, жақсылап араластырып, жай отта 5 минут қайнатамыз. 5 минуттан кейін біздің соусымыз дайын. Соус қайнағаннан кейін дәмін көресіздер. Тұз аз болмау керек. Біз картоп пен сәбізді ешқандай тұзсыз саламыз, сондықтан осы соустың тұзы жеткілікті болу керек. Егер аз болып жатса, тағы да саласыздар. Соус дайын болғанша сәбіз бен картопты тураймыз. Сәбізді жұқа етіп тураймыз, картопты сәл қалыңдау етіп тураймыз. Сәбіз бен картопты турап алдық. Енді формаға орналастырамыз. Тағы да дәм беру үшін мен қатырылған тәтті бұрышты салдым. Бұл міндетті емес. Сәбіз бен картоптың барлығын формаға салып шығамыз. Дайын болған соусты осылай барлығының үстіне құйып шығамыз. Алдын ала қызған пеште 180 градуста 45-50 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, тефтели дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Менің отбасыма да өте қатты ұнады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осы видео ұнаса достар, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған Ақшолпан.